Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Алматыдан ат арылтып біз шығысқа келіп отырмыз. Дәл қазір Аягөз қаласындамыз. Жігіттердің барлығы кешке концерт, баршаларын шақырамыз. Біз тек қана концертке емес, бүгін 16 жыл сондай үлкен қиындықта болған екі баласы бірдей сал ауруымен ауырып, соларды бағып қағып мәпелеп отырған Мейрамгүл анамызды қуантуға келе жатырмыз. Кеттік. Елдің бәрі баламыз қорқады, өзіміз қорқамыз деп көршілер квартираға тұрғызбайды екен. Қай жерге квартираға барса да көршілер тұрмаңдар, барыңдар басқа жаққа деп. Содан мен балаларымды енді екі бірдей мүгедек бала таптым деп жолдасы сынақ шыдамай өткізіп кеткен екен. Құрметті бауырлар, Шығыс Қазақстан бойынша Харекет қайырымдылық қорының өкілі Сыдықова Шынар ханым. Шынар апай, енді Шығыс Қазақстаннан жалпы Харекет қайырымдылық қоры осы 4 жылдың ішінде неше баспана табыстады? Шығыс Қазақстан облысы бойынша 42-ші баспана береміз бұйырса осы. 42 баспана, е? Шығыс Қазақстан бойынша. Енді Аягөздің өзінде? 13-ші баспана. Енді қазіргі отбасын қысқа айтып кетсеңіз. Бүгін баспаналы болатын отбасы бұл екі бірдей ерекше балаларды тәрбиелеп отырған жалғыз басты ана. Туылғаннан сондай. Иә, туған балаларында диагноз алып. Бірге қуантатын боламыз. Бірге болыңыздар, құрметті ағайын. Мейрамгүл анамыз бүгін бізде қонақта, Мадияр мен Дидар да осында. Енді шын жүректен біз енді ресми түрде бүгін Харекет қайырымдылық қорының 534-ші баспанасының кілтін табыстасақ деп отырмыз. Шашу! Жаратушымыз Аллахта Аллаһына шүкірлік болсын. Әуелі Алла. Содан кейін Харекет қайырымдылық қорының ұжымына жетекшісі Гүлмира Мұпанқызына ерекше алғысымды айтамын. Сонымен қатар сіздердің мерейтойларыңызбен құттықтаймын. Өстіп әрқашанда халықтың алғысына бөленіп батасын алып, биіктерден көріне беріңіздер. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Әрқашанда өстіп халықтың алғысына бөлеп жүре беріңіздер. Алла сіздерге разы болсын. Сіздерге рахмет. Осындай күллі қазаққа бүгін қуаныш сыйлап, өздеріңіздің шаңырақтарыңызда қоныс той болып жатыр. Алла бұйыртып, Мадияр, осы үйдің үлкен иесісің. Алла бұйырса, Алла қаласа осы Мәкеңнің үйлену тойына келейік. Ал құрметті ағайын, олай болса, біз экранға назар аударсаңыздар, қазір қандай шаңыра, қандай баспана десеңіздер, біз көрсетіп өтейік. Міне қаланың ортасында осы бір шаңырақты қазір көріп шығамыз. 10 соттық жермен, бақшасымен, көмір қорасы бар. Мұн жақта тағы да қосымша жаңа пәтер жалдап тұрам десе де анамызға қосымша табыс болады. Есігін алды, кең, қоршауы бар балаларға, Мадияр мен Дидардың өсіп өнуіне ыңғайлы осы бір шаңырақты таңдап отырмыз. Көріп шығайық, құрметті бауырлар.
Мадияр мен Дидардың өздерінің бөлмелері, яғни жеке-жеке бір бөлме. Бұл жер Мадиярдың бөлмесі болады. Енді білмеймін, біз қазір солай ойлап жатырмыз. Мадиярдың бөлмесі, Дидардың бөлмесі. Бірақ келгеннен кейін өздері қарайды. Мынау енді ортада холл, отырып теледидармен. Бұл енді мүмкін Дидардың бөлмесі болады, тағы бір бөлме. Мынау енді анамыздың асханасы, ас дайындайтын жері. Кең, өте әдемі, ыңғайлы. Тіпті асханаға керек нәрсенің барлығы бар. Ыдыс-аяққа дейін, енді тоңазытқыш, холодильникке дейін барлығы жұмыс істеп тұр. Дәретханасы, жылы су, мұздай су барлығы іште. Құрметті бауырлар, мынандай қаған аяз, боранда қаншама есік терезесі жоқ, қиын үйлерде аналар, кішкентай бүлдіршіндеріміз өмір сүріп жатыр. Солардың жағдайын көрген кезде шынымен де жүрегің шыдамайды. Қолдан келсе, балапандар мен аналардың үмітін үзбей, солардың арман, мақсат, мұраттарына жету үшін барлығымыз атсалысайық. Баршаларыңызға Алла разы болсын. Жақсы күнде жүздескенше аман болыңыздар.